Баршаңызға сәлем, есімім Ұлпан, арнама қош келіпсіз. Бұл сабақта сіздермен торба сөмкесін тоқып үйренеміз. Жай ғана торба емес, оюлы торба тоқимыз. Керекті заттар жіп, макраме немесе полиэфирный шнур деп айтылады. Менде қараңыздар, осы Аяз маркасының жібі және 100 граммда 140 метр. Жіңішке жіпті таңдап алдым. Жеңіл түседі дегеннен кейін сумканы бізге сызғыш қажет болады, немесе сантиметрлік лента. Әрине, сөмкеге арналған осындай сөмкенің түбі, донышко, менде диаметрі 15 сантиметр. Және қайшы, ілмекпіз, негізгі 4-ші номерлі ілмекпізбен тоқимын. Және қосымша одан кішірек 3,5 мм алып қойдым. Кейбір кезде жіптерді шығару үшін осы кішірек нұсқасы керек болады. Және қосымша бізге тоқымаға арналған арнайы ине, осындай жаңағы ұшы доғал, жіп өткізетін жері үлкендеу. Сөмкеге арналған цеп, яғни иығымызға асып қоятын. Ал егер сіздер көлемі үлкен дәл осындай 88 ілмекпен тоқимын десеңіздер, мен онда осы сабақтан кейін ол жерде жеке түбіне қалай тереміз және де қалай осы оюды екі бетіне келетіндей есептеп аламыз, соны жеке видеомен түсіндіріп кетемін. Әзірге біз қазір осы кішігірім сөмкені тоқимыз. Бірінші кезекте жіптің ұшын сіріңкемен осылай күйдіріп аласыздар. Сіріңке болсын, басқа зат болсын, яғни отта осы шеті сетінеп кетпес үшін күйдіріп аламыз. Негізгі тұсын айтып кетейін, ілмекті терген кезде қараңыздар, жаңағы сыртқы беті осылай жоғары қарап тұрады. Мынау бізде ішкі беті болып табылады. Аяқтарымен сыртқы беті жоғары қарап тұрады. Дайын болсақ, бисмиллах деп тоқымамызды бастаймыз. Кез келген аралықтан осылай ілмекті өткізіп аламыз да, қараңыздар, жіптің ұшын осы оң жақ бөлігінде қалдырамыз. Және де міне осылай ортасынан іліп алып, бергі бетіне өткіземіз. Жіптің ұшы оң жақ қолымызда қалды. Біршама ұзын қалдыра береміз. Енді орамнан келіп тұрған жіпті екінші саусаққа іліп отырып, ілмегімізді тереміз. Мына жіпті созамыз да іліп аламыз. Мына жерде байқаймыз, жібіміз артық шығып кетпес үшін. Яғни сыртқа қарай шығып кетпеуін қадағалаңыздар. Енді сыртқа шығып кетпес үшін мына тұста бірден түйін жасап алсақ болады. Осы аралыққа қарапайым түйін жасаймыз. Міне мен қарапайым түйін жасап алдым, яғни жіпті байлаймыз. Енді келесі аралықтан екінші ілмегімізді көтереміз. Мына тұста жібімізді бірге жасырып отырамыз қазір. Екінші аралыққа саламыз және қараңыздар, жіптің ұшы осылай көріністе қалуын қараңыздар. Және орамнан келіп тұрған жіпті орап шығарамыз да аралықтан өткізіп аламыз. Қараңыздар, қатты осылай тығыз тартып тастамаңыздар. Кішкене осылай бойымен бірдей болатындай көрініске алып келесіздер. Және жіпті іліп алып, екі ілмектен өткіземіз. Енді қайтадан осы аралыққа саламыз. Және жіптің ұшы осылай бізде дөңгелектің үстімен жүріп отырсын. Бірден жасырылып кетеді. Екінші ілмегімізді де дәл солай көтереміз да өткізіп аламыз. Және мына жіпті тартқан кезде қатты тығыз алмаңыздар. Міне осындай көріністе, бостау қалатындай көріністе аламыз. Енді келесі аралыққа бір ілмек ілеміз. Өте қарапайым. Келесі аралыққа екі ілмек ілеміз. Арасынан саламыз. Және жіпті іліп шығарамыз да тартамыз. Бір ілмек көтеріп алдық. Енді жіпті орап, екі ілмектен бірдей өткіземіз. Қайтадан осы аралыққа саламыз да, жіпті іліп шығарамыз, жіпті тартамыз, және жіпті іліп алып, екі ілмектен бірдей өткіземіз. Осы әдіс қайталанады. Келесі аралыққа бір ілмек тоқимыз, ілмекті өткіземіз, орап шығарамыз, тартамыз, екеуін бірге өткіземіз. Және тоқу барысында мына жіптің ұшын осылай қараңыздар, көрініп қалды, менде бір шетіне шығып қалды, соны кішкене тартамыз көрінбей үшін. Осылай тартатын болсақ, жиегіне қарай жиналып қалады.
Енді ары қарай осы әдіспен ілмек теріп жалғастырамыз. Кезекті аралық бір ілмекпен аяқталды. Демек, қасындағыға 2 ілмек көтереміз. Ілмекімізді салып, жіпті іліп шығарамыз. Және жіпті 2 ілмектен бірдей өткіземіз. Және дәл осы аралыққа екінші ілмегімізді де теріп аламыз. Осындай әдіспен. Және мына жиегіндегі жіпті көрініп қалмайтындай осылай кішкене артқа қарай итеріп қоямыз. Жалғастырамыз. Келесі аралыққа бір ілмек көтереміз. Ал келесі аралыққа 2 ілмек көтереміз. Дәл осы аралыққа қайтадан саламыз да екінші ілмекті көтеріп аламыз. Келесі аралыққа бір ілмек. Және келесі аралыққа екінші ілмегіміз. Осындай әдіспен қайталаймыз, яғни келесі аралыққа 2 ілмек тоқылады. Қазір тағы да бір ілмегімді көтеріп алайын. Міне осы әдіспен айналдыра тоқимыз соңына дейін. Міне соңына да келдік. Соңғы аралықта 2 ілмекпен аяқталады. Сіздер де дәл осылай мен сияқты 15 сантиметрлік донышканы қолданып жатсаңыздар, онда 44 аралық болса, соңында сіздерде осындай 2 ілмекпен аяқталуы керек. Мен аралықтарға барлығы кезекпен 1 ілмек, 2 ілмек, 1 ілмек, 2 ілмек деп, соңғы аралыққа 2 ілмекпен аяқталды. Енді осыны біріктіреміз. Қараңыздар, бірінші ілмектің төбесінде осындай өрілген ілмегіміз бар. Соның 2 қабырғасынан өткіземіз, яғни осы тұсынан қараңыздар, арғы бетіне өткіземіз. Осындай көріністе. Енді жіпті іліп аламыз, шығарамыз, және осы бірінші ілмектің ортасынан өткіземіз. Міне біз осымен біріктірдік. Енді келесі қатарда барлығы столбики без накида тоқылады. Әрбір осы төбешікке бір-бірден, яғни қарапайым баған. Енді қазір қатар бастамасы біліну үшін белгі қойып кетеміз. Бір ілмек көтереміз, және осы ілмекті орап, белгімізді қойып аламыз. Жай ғана осылай орап алып, белгі қойып кетеміз. Енді қайтадан осы аралыққа тағы да бір ілмек тоқимыз. Белгімізді қалай қойып алғанымызды көріп аламыз. Дәл осылай қоямыз. Одан кейін дәл осы аралыққа қайтадан тағы да бірінші ілмегімізді тоқимыз. Ілмекті іліп шығарамыз. Және осы екінші ілмекті кішкене осындай созылыңқы қалыпта шығарып алыңыздар. Енді жіпті орап 2 ілмектен бірден өткіземіз. Столбик без накида. Енді осы әдісті қайталап әрбір аралыққа тоқимыз. Бір ілмектен келесі аралыққа қайтадан ілмегімізді шығарамыз, жіпті орап шығарып аламыз, және ілмегімізді тартамыз. Осылай қараңыздар, созылыңқы қалыпта, және жіпті іліп 2 ілмектен бірден өткіземіз. Қайталаймыз. Келесі аралыққа саламыз, жіпті орап ілмекті шығарамыз, және осындай созылыңқы қалыпта алып келеміз да, жіпті орап екеуінен бірге өткіземіз. Мына тұста қараңыздар, мына ілмекті де мен қатты осылай тартып тастап жатқан жоқпын, осылай кішкене бостау алып жатырмын. Кезекті аралыққа жаңағы әдістерді қайталап, ілмегімізді созылыңқы қалыпта қалдырып, екеуінен бірге өткіземіз. Міне осы әдістер соңына дейін қайталанады. Әрдайым осы екінші ілмекті созылыңқы қалыпта алуды ұмытпаңыздар. Міне осылай. Бізге себебі ары қарай тоқу оңай болу үшін ілмекті бостау алғанымыз жақсы. Осындай әдіспен осы белгіге дейін тоқып шығамыз. Барлығы бізде 66 болу керек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ілмек тоқыппын. Санап отырып 66 ілмекке дейін тоқып аламыз. Міне мен тоқыма соңына да келдім. Және қараңыздар,
менде қазір 65 ілмек тоқылды, және дәл осы тұста кішкене жиырылып қалған 66 ілмегіміз бар. Сол тұсқа мен ілмекті саламын да жіпті іліп шығарамын, және ілмекті созылыңқы қалыпта қалдырып, екеуінен бірге 66 ілмекті тоқып шықтым. Енді ары қарай біз келесі тоқымамен бастаймыз. Бұл жерде енді қатарды біріктірудің қажеті жоқ. Бірден қазір мына ілмектерге тоқып отырып жалғастырамыз. Ендігі біз әрбір осы, қараңыздар, ілмектің осы ортасынан салып отырып тоқитын боламыз. Жоғары қарай бізге жаңағы өрнекті алу үшін. Мұқият қараймыз, белгі осы тұста тұра береді, ол бізде тоқыманың бастамасы екенін білдіртеді. Және белгіден кейінгі бірінші ілмек бізде міне қараңыздар, өрілген сияқты екі қабырғасы бар. Осы екі қабырғасының ортасынан жарып өтіп, арғы бетіне өтеміз ілмекпізбен. Міне, мұқият қараңыздар. Жарып өткен кезде осындай көріністе болады. Енді жіпті іліп аламыз, шығарамыз, және жіпті іліп екі ілмектен бірдей тоқимыз. Бірінші ілмегіміз тоқылды. Енді келесі екінші ілмекті де дәл солай ортасынан жарып арғы бетке шығамыз. Ортасынан жарған кезде қараңыздар, жоғары жақтан келіп тұрғанда осы екі қабырғасының да ортасынан өтіп барып, не арғы бетке өтеміз осындай көріністе. Енді жіпті іліп шығарамыз да, бұл жерде де екінші ілмекті созылыңқы қалыпта қалдыруды ұмытпаңыздар. Себебі келесі қатарда бізде ортасынан өту қиын болып қалмас үшін созылыңқы қалыпта ұстаймыз және екеуінен бірге өткіземіз. Келесі қайталаймыз. Осының ортасынан саламыз да жарып шығамыз. Ілмекті шығарып, созылыңқы қалып келеміз және екеуінен бірге өткізіп тоқимыз. Осы әдіс қайталанады бізде. Тоқыманың соңына дейін осындай әдіспен созылыңқы қалыпта қалдырып отырамыз әрдайым. Тоқылуы түсінікті деп ойлаймын. Ілмектің ортасынан арғы бетіне өтеміз, жіпті ілеміз, созылыңқы қалыпта қалдырамыз да екі ілмекті бірдей тоқимыз. Айналдыра санап отырып тағы да 66 ілмек болғанға дейін тоқимыз. Тоқыманың соңында тағы да кездесеміз. Қатардың соңына да келіп қалдым, және мен 65-ші ілмекті тоқыдым. 66-ші ілмек міне менде осы төменгі жағында тығылып тұр. Сіздерде де дәл солай осы аралықтан тауып аласыздар. Дәл осы маркердің алдындағы міне бізде 66-ші ілмек. Осы аралыққа саламын да ілмегімді тоқып аламын. Созылыңқы қалыпты қалдырып тоқимыз. Осымен қатарымызды аяқтадық. Ешқандай біріктіру жасамаймыз. Дәл жаңағылай қайтадан осындай аралықтарға салып отырып тоқи береміз. Белгі бізде тоқыманың соңына дейін қалады. Енді ары қарай оюымызды тоқи бастаймыз. Ою 26 ілмектен 28 қатардан тұрады. Енді мен келесі кезекпен орналастырдым. Менде барлық 66 ілмек. Демек, ою 26 ілмектен тұрса, алдыңғы және артқы бөлігінде 26 ілмектен ою тоқылады. 2-26-ны қоссақ, барлығы 52 ілмек. 66-дан 52-ні алып тастасақ, қалады 14 ілмек. Демек, екі ою ортасында 7 ілмектен қалады. Себебі 14-ті тағы да 2-ге бөлеміз, екі жанына, яғни. Мына бөлігінде 7 ілмек, мына бөлігінде 7 ілмек, мына бөлікте 26, мына бөлікте 26, сонда бізде барлығы 66 ілмекке тең болады. Қазір сіздерге қосымша осы дөңгелектің сыртына жазбаша түрде қалдырып кетейін. Қандай көріністе болады. 7, екі жаны. Жоғары жағы, төмен жағы 26 ілмектен деген сияқты. Енді кезекте тоқымамызды бастаймыз. Жаңағы ою тоқылатын жібімізді дайындап аламыз. Ұшын айтып кеткендей оттың көмегімен осылай жабыстырып аламыз. Себебі сетінеп кетеді. Енді айтып кеткендей жаңағы ең бірінші 7 ілмегімізді осы негізгі түспен тоқимыз. Негізгі түс және ою түсі деп шеберлік сабақта айтатын боламын, қателесіп кетпеңіздер. Енді бірден бірінші ілмек, яғни белгіден кейінгі бізде бірден бірінші ілмек болып табылады және бірінші қатар. 7 ілмек тоқылады. Дәл жаңағы әдістерді қайталаймыз. Ілмектің ортасынан жарып шығамыз келесі бетіне және жіпті іліп алып, ілмек шығарамыз және тартамыз ілмекті. Енді 2 ілмектен бірдей өткіземіз.
Келесі екінші ілмек дәл солай ортасынан жарып шығамыз. Созылыңқы қалыпты алып келеміз да екеуінен бірге тоқимыз. Үшінші ілмек. Келесі 4, 5, 6 және 7. 7 ілмегімізді тоқып алдық. Енді ары қарай оюдың 11 ілмегін тоқимыз. Осы негізгі түспен. Бұл 7 ілмек бізде екі оюдың ортасын бөліп тұрады қазір. Ары қарай жоғары тоқылған кезде белгілі болады. Енді оюдың ортасындағы жаңағы оюдың түсінен бастамастан бұрын 11 ілмекті тоқимыз осы негізгі түспен. Созылым қалыпта қалдырамыз және екеуінен бірде өткіземіз. 1, 2. Ілмекті әрдайым осылай созылыңқы қалыпта алып отыруды ұмытпаңыздар. Келесі қатарда тоқу оңай болады. 3, 4 және 5. Міне осы әдістерді қолданып 11 ілмек тоқимыз. Бірінші 10 ілмекті тоқып алайық. 11-ші ілмек кішкене сәл басқаша тоқылады. Оны бірге көрсететін боламын. Қазір осы әдістермен 10 ілмек тоқимыз. 5 ілмекке тоқтадық. Міне 10-ші ілмекке келіп тоқтадым. Қараңыздар, тоқыма басынан санаған кезде 7 ілмекті қосқанда барлық 17 ілмек. Келесі 1 ілмектің денесі негізгі түспен, ал төбесі күлгін түспен аяқталады. Қазір қалай тоқылатынын көрсетемін. Аралыққа саламыз және жіптіліп шығарамыз. Созылым қалып қалып келеміз. Енді ою түсін аламыз. Келесі кезекте ою түсімен төбесін тоқимыз дедім. Ою түсін міне ұшын біршама ұзындықта қалдырамыз да іліп алып төбесін тоқимыз. Міне бір ілмегіміз осылай көрініспен тоқылады. Енді қараңыздар. Мына күлгін жіпті қазір мен осы негізгі түске байлаймын. Жай ғана қарапайым түйін жасаймын. Сіздер де солай жасап алыңыздар. Яғни күлгін жіптің ұшын мен осылай байлап алдым қарапайым түйінмен. Себебі қазір тоқыманың бойына жасырып кету керек. Ұшын бірден жасырып отыратын боламыз. Сол себепті де шығып кетпес үшін түйін жасаймыз. Енді осы ары қарай оюдың түсімен тоқуды жалғастырамыз. Бұл түспен біз 4 ілмегімізді тоқимыз қазір. Кезекті ілмектің ортасынан өткіземіз және қазір жіптерді бірден жасырамыз. Қараңыздар, негізгі түспен жаңағы ою түсінің қалған ұшын осылай ілмектің үстімен жібереміз. Яғни біз қазір бірден жасырып отыратын боламыз. Осылай бірден осылай ұстап алсаңыздар болады бірінші. Одан кейін жіптің ұшын бірінші іліп аламыз да, кейін жіптерді бірден осы шеңбермен ұстап аламыз. Міне қараңыздар, осындай әдісте. Енді қараңыздар, жіптелген кезде бізде ортасында қалады сол кезде. Қалдық, яғни ұштары келесі жіптердің. Жіпті іліп бергі бетіне шығарамыз. Созылыңқы қалып келіп, жіпті іліп 2 ілмектен өткіземіз. Бірінші ілмегіміз тоқылды. Екінші ілмекте де дәл солай ортасынан жарып шығарамыз. Және жіптердің ұштары осы ілмек біздің үстінде бірге өтіп тұруын қадағалаңыздар. Міне осындай әдіспен. Енді келесі жіпті ораймыз. Ораған кезде астында қалады. Байқасаңыздар. Және шығарамыз да ілмекті созып екеуінен бірге өткіземіз. Келесі 3-ші ілмек қайталаймыз. Мына жіптерді кішкене осылай тартып қойсақ болады, себебі қатты бос болып қалмасын. Және қатты да тартып тастамаңыздар. Ілмекті созылым қалыпта алып келеміз да екеуінен бірге өткіземіз. 3 ілмек тоқылды. Енді 4-ші ілмекті қазір денесін осы ою түсімен, ал төбесін негізгі түспен аяқтаймыз. Дәл мына тұста басталған ілмек сияқты. Міне 4-ші ілмекке саламыз. Жаңа жіптер әлі бізде осының төбесімен жасырылып тұрады. Және жіпті іліп шығарамыз да созылым қалып келеміз. Енді негізгі түсті аламыз. Ою түсін қалдырамыз да негізгі түс міне. Және іліп аяқтаймыз. Енді ары қарай оюдың 11 ілмегі тоқылады. Және мына тұстағы 7 ілмекте тоқылады. Енді мен қазір бірінші сіздерге түсінікті болу үшін оюдың 11 ілмегін тоқып шығайық.
Жаңағы ілмектерімізді жөндеп түзулеп аламыз. Тартылып қалмауын, қатты созылып қалмауын қадағалаңыздар. Дәл жаңағылай осы оюдың түсін қараңыздар. Екі ұшында бірдей қазір жасырып отыратын боламыз тоқыманың бойына. Дәл жаңағы әдістермен негізгі түспен тоқуымызды жалғастырамыз. Барлығы 11 ілмек. Бірінші ілмек ортасынан жарамыз. Және қараңыздар, екі оюдың түсі де осы ілмек біздің үстінде, яғни қазір осылай жасағанда жіптің астында қалатындай көріністе жатыр. Шеңбермен бірге ұстап алсаңыздар, ешқандай шатаспайсыздар. Және шығарамыз, созылып қалып келеміз. Екеуінен бірге өткіземіз. Келесі екінші ілмек дәл солай жарып шығамыз. Және жібіміз әлі де жасырылады. Яғни тоқыманың бойына бізде түгел тоқып біткенше осылай жіптер жасырылады. Екінші ілмек, келесі үшінші ілмек. Келесі төрт. Жіптердің жасырылып тұруын мұқият қадағалап отырыңыздар. Келесі бесінші ілмек. Және алтыншы ілмек. Жеті. Және сегіз. Және тоғыз. Он. Жіптердің ұшын кішкене осылай тартып қоямыз. Және 11-ші ілмек. Міне, осымен бізде оюдың рапорты аяқталды. Яғни, жаңағы әдістерді қазір былай қарай тағы да қайталаймыз. Енді келесі жаңағы әдістер қайталанады. Яғни, бастапқы 7 ілмек, одан кейін оюдың 11 ілмегі, 4 ілмек, одан кейінгі оюдың 11 ілмегі деген сияқты. Қазір тоқу барысында тағы да көресіздер. Әлі де жіптерді жасырып кететін боламыз. Енді келесі 7 ілмегімізді тоқып алайық бірінші. Бізге санағанға оңайырақ болсын. 1, 2. Мына тұста қараңыздар, жіптің ұшы осылай барлық бойына жасырылатындай жасап аламыз қазір. Қателеспесем, бұл менде екінші ілмек. Және үшінші ілмек. Және 4. Жарайды, шалып тұрған ілмекті кейін ілмек біздің көмегімен ары қарай ішкі жағына кіргізіп жібереміз. 5, 6 қоямыз және 7. Байқасаңыздар, оюдың жібін біз әлі де жасырып келеміз. Қателеспесем, мен барлығы 7 ілмек тоқыдым. Қазір санап шығамын. Дұрыс, мен 7 ілмек тоқыппын. Енді ары қарай оюдың 11 ілмек тоқылады. Яғни 10 ілмек, одан кейін 11-ші ілмектің төбесі жаңағылай оюдың түсімен аяқталады. 1. Әрдайым осы екінші ілмекті созыңқы қалыпта қалдырамыз. 2, 3, 4 және 5. Енді ары қарай тоқу оңай деп ойлаймын. Қазір 10-ші ілмекке дейін тоқып алайық. Барлығы 10 ілмек тоқыдым. Енді 11-ші ілмектің төбесін жаңа айтып кеткендей ою түсімен аяқтаймыз. Жіпті іліп шығарамыз бірінші негізгі түспен. Одан кейін ою түсін аламыз да, жай ғана осылай саусаққа іліп алып, төбесін аяқтаймыз. Негізгі түсті кішкене ғана тартамыз да, бірден осы шеңбермен бірге ұстап аламыз осылай. Енді келесі 4 ілмек осы ою түсімен тоқылады. Келесі бірінші ілмекке саламыз және бірден қараймыз. Жіп деген осылай үстінен өтіп тұру керек. Негізгі жіп жасырылатындай міне. Негізгі жіпті айтып отырмын. Және жіпті іліп алып шығарамыз да, ою түсін созылып қалып келеміз, екеуінен бірге өткіземіз. Бір ілмегіміз тоқылды. Келесі екінші ілмек, әлі де негізгі түсін жасыра береміз, осылай үстінде жібереміз да ою түсін. Іліп шығамыз ілмекті, созылып қалыпты қалдырып, екі ілмектен бірде өткіземіз. Келесі үшінші ілмегіміз, қайталаймыз әдістерді. Және төртінші ілмек.
денесін шығарамыз, созамыз. 4-ші ілмектің төбесі негізгі түспен аяқталады. Негізгі түсімізді аламыз да 4-ші ілмекпен аяқтаймыз. Енді ары қарай бізде осы қалған 11 ілмек негізгі түспен тоқылады. Міне көрдіңіздер ме, осылай жіптеріміз айқасады. Енді бірден шешіп алсаңыздар да болады. Себебі бұл ары қарайда айқаса береді. Одан кейін шатасып қалмаңыздар. Енді ою түсін жасырып отырып, барлығы 11 ілмек тоқимыз. Яғни белгіге дейін өзі 11 ілмек қалуы керек. Егер барлығын дұрыс жасап жатсақ. Дәл солай жібіміз, жаңа ою түсіміз осылай үстінде қалады. Ілмек біздің жіпті іліп алып шығарамыз да, ілмекті созамыз, екеуінен бірге өткіземіз. Бір ілмек, келесі 2-ші ілмек. Және мына күлгін түсті әлі жасырып келеміз. Қараңыздар, ою түсін. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 және 11-ші ілмек. Міне бізде белгінің алдында 11-ші соңғы ілмек және тоқимыз. Осымен бізде бірінші қатар аяқталды.